Бүгіннен бастап жаңа тарау, яғни Python программалау тілімен жұмыс жасайтын боламыз. Python программалау тілімен жұмыс жасау алдында біз жалпы программаның не екенін, процедураның не екенін, функцияның не екенін түсініп алуымыз қажет. Кейін программалар әдетте бөліктерге бөлініп құрылады және біртіндеп орындалады. Программа жұмысты бастайтын негізгі программадан және оған бағынатын ішкі программалардан тұрады. Негізгі программа деп отырғанымыз тікелей немесе жанама түрде кез келген ішкі программаны шақыра алады. Негізгі программаға басқа программалар сілтеме жасай алады. Яғни негізгі программа деп отырғанымыз Python программалау тілінде отырып процедура, функция, параметрлерді шақыру бұл ішкі программаны шақыру болып есептеледі. Ішкі программа кейбір әрекеттерді қарапайым түрде орындай алады, және белгілі бір мән түрінде нақты нәтижені қайтарады. Бірінші типтегі ішкі программалар процедуралар, ал екінші типтегі программалар ішкі функциялар деп аталады. Бүгінгі сабағымызда біз процедуралармен жұмыс жасайтын боламыз. Мысалмен сіздерге түсіндіріп өтейін. Мысал, бізде символдармен бейнеленген үйді экранға шығаратын программа құруымыз қажет болады. Яғни процедурамыз деп сөзінен басталады. Одан кейін кілттік сөзден кейін міндетті түрде кез келген атау береміз процедураға. Мен мысалы print house деп атау бердім. Одан кейін бос орынмен жақша жазылатын болады. Жақшадан кейін міндетті түрде қос нүкте қойылады. Одан кейін процедура денесі шегініспен теріліп жазылады. Шегіністе отырғанымыз абзац. Міне былай enter түскен кезде шегіністен автоматты түрде басталатын болады. Одан кейін біз жаңа айттық, үйдің бейнесін жасап шығарамыз дедік. Әртүрлі нелермен, символдармен. Міне print деп шығару керек боласын. Print сөзін пайдаланып, белгілерді үйдің несін, мынау крышасы, мынау денесі, мынау астыңғы бөлігі осылай салып қойдым. Енді салғаннан кейін print house'ды не істеймін? Жабамын. Ана аты ашылған процедурамның атын жабам. Запуске беремін. Запуске берген кезде міне бізде үйдің бейнесі пайда болды. Деп процедурасы түсінікті болды деп ойлаймын. Ішкі программасы бар программаның құрылымы программалау жүйесінің бөлігі ретінде қолданылатын ішкі программалар әдетте стандартты немесе жүйелі деп аталады. Пайдаланушы өздігінен жазатын немесе кез келген басқа дерек көздерден алатын барлық қалған ішкі программалар стандартты емес қолданушы деп аталады. Мысал берілген, яғни 20 жұлдызшадан тұратын бір жол, одан кейін title программ сөзі шықсын, және үшінші жолда қайтадан 20 символдан тұратын жұлдызша, одан кейін the end сөзі шығып, қайтадан 20 жұлдызша бізге экранда пайда болу керек. Запуске берем, міне запуске 20 жұлдызша, title программ сөзі, одан кейін қайта 20 жұлдызша, одан кейін the end сөзі 20 жұлдызша берілген. Программада 3 рет қайталанған фрагмент бар екенін байқап отырмыз. Осыған байланысты біз line деп белгілеп бір рет анықтап, одан кейін қайта осы атауды көрсетуге болады. Бір рет анықтап, содан кейін ғана осы атауды көрсетуге болады. Яғни мына жұлдызшалардың орнын қайта-қайта жаза бермей, жалғыз line деген сөзді жазу арқылы жұлдызшаны 3 рет шығаруымызға болады. Бұл программа жаңа айтып өтілген 3 рет пайда болған жұлдызшамызды line сөзін пайдалану арқылы бір фрагментпен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни процедурасын жазып, line сөзін бос жақшаға алып, және қос нүкте қойғаннан кейін print, яғни 20 жұлдызшаны жазамыз. Одан кейін line-ды алып
жазамыз, яғни қайтадан жазу үшін print title program, одан кейін 20 жұлдызша жазылу үшін біз serial сөзін қолданамыз. Қайтадан print the n, қайтадан serial, яғни 20 жұлдызшаны көруіміз үшін экранда. Окей батырмасын басамыз. Міне біздің жұлдызшамыз пайда болды. Одан кейін title program сөзі және жұлдызшамыз пайда болып, the n соңында жұлдызшамыз пайда болды. Яғни жұлдызшаны мен қайта-қайта мына сөзді жазу емес, жалғыз ғана serial сөзін пайдалану арқылы жасап отырмын.